Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бізде 3 сұрақ атты рубрикамыз. Біздің сұрақтарымызға жауап беретін Нұр-Мубарак университетінің ұстазы, Муслим Хаус медресеміздің директоры Жұмабекұлы Бекболат ұстазымыз. Ұстаз, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Сәлем, қош болдық. Ұстаз, біздің алғашқы сұрағымыз, арақ қойылған тойға бастысы мен ішпеймін деп кіріп, отырып қатысуға болады ма? Асылында арағы бар той деген нәрсе, жалпы шариғат арақ бар жерден қайтарады. Арақ деген нәрсеге жоламауға шақырады. Өйткені арақ харам екенін бәріміз белгілі. Енді жалпы арағы бар тойға мен ішпеймін деп қатысатын болсаңыз, бұл жерде нәрсе бар. Алла Тағала Құранда сауабилля «Вала таауану аля исми вал удуан» деген аят келтіреді. Сендер бір-бірлеріңе күнәда және дұшпандықта жәрдемдеспеңдер дейді. Бір адам күнә жасап жатқан болса, ол күнәға жәрдемдесуге болмайды екен. Шариғатта қайтарады. Енді демек ол адам арақ жасап жатқан, арағы бар тойға шақырып жатқан болса, сіз ол жерге барып отыратын болсаңыз, ол күнәға жәрдемдесу болып есептеледі екен. Күнәға жәрдемдесу болып табылады екен. Аллаху алем, сол мақсаттан біз айтамыз, ондай жерлерге сіз ішпесеңіз де бармағаныңыз абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екінші бір хадисте келтіреді. Егер сіздер бір жамандық көрсеңіз, оны несеңіз, қолмен үзеңіз. Оған шамаң келмесе, онда тілмен, сөзбен үзеңіз. Оған да шамаңыз келмесе, жүрекпен жек көріңіз. Бұл иман ең әлсіз деп айтады. Құрметті бауырлар, өздеріңізге дүние және ақыретке қатысты болған сұрақтарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Біз иншалла ұстаздармен жауап беретін боламыз.